Қазір Қаскелеңге қарай шықтым. No facts. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection. Жадам, қалайсыңдар? Бүгін 22-ші күн ба? Мощно. Бүгінгі айтатын әңгіме, ана Қаскелеңге бардым, үйттім. Шаруалар бітірдім, видео түсірдім. Үшім күн жүріс тұрыс жол көттіріп бүкілі. И сол кезде Союзда көрсеңдер кітап тыңдадым да. Сондай кезде старайтесь барлығын по пути жасауға, кітапты тыңдасында очередь, мамаң айтады, банкке барып кел, аяға барып кел. Бірақ очередь болады осынында. Очередь тұрасың ба, отпа, TikTok өйтіп қарап. Сол жерде тыңдауға саған уақытта очередьте просто сен очередьте ешқандай ысыра алмайсың, кіріп кете алмайсың дейсің. Ол кіріп кетуге болады енді, ол келмес. Лучше сол уақытта саған уақыт бар дамуға, кітап тыңдауға или кітап оқуға. Сен тыңдай алмасаң да, старайтесь кітапты тыңдауға. Тағы да или айтады, батяң айтады, аяққа барда гаражда бірдеңе істеп тұр, гаражын тазалап қойшы. Сен тұрасың да, құлағыңа киіп аласың, AirPods, наушник, любой нәрсені киіп аласың да, потом уже параллельно кітап тыңдап қоясың или подкаст, любой нәрсе. Главное ол андай легкий контент болмау керек. Соны қосып қоясың да, и дами бересің, параллельно бам жасауға. Сенде уақыт жоқ деген нәрсе жоқ. Если ол просто қолмен салатын жұмыс болса, қолдың күш кететін болса, оған ми ешқандай нагрузка қоймайды ғой. Сен сол кезде просто миыңа екінші жұмыс қойып қоясың да, и сонымен тыңдай бересің. И сол кезде сен даже жасалған жұмысын да білінбей қалады. Ол не причина деп айтады, ой, мама мені түсінбейді, мамаға алдында бір жігіт айтады, мен мама түсінбейді, мен осылай подкаст тыңдап жатамын, бірдеңе істеп жатамын, таргетті шығып жатамын, бірдеңе істеп жатамын. Маған айтады, қарамайды, барып машинаға ана апартташы деген зат айтады дейді да. Сосын мен айттым, если сен машинамен жүретін болсаң, машинаңа обустрой машинаңды, чтобы келесің, книгаңды қосасың, кітабыңды қосасың, подкаст қосасың, AUX тығасың или Bluetooth қосасың, болды. Параллельно шауып жүресің да, сен тыңдап жүресің. Оны причина қылмаңдар дамымауға. Маманы кінәлап, потом оны ең оңай жолда біреуді кінәлау. Мен түсінбейді деген сияқты. Маған бүйтеді, мен дамып жатырмын ғой, маған неге тиіседі деген сияқты. Тиісіп жатама, сондай жағдай болып қалса, бүкіл нәрсені параллельно. Оны вообще сылтау іздемеңдер жасамауға. Решение іздеңдер. Қалай жасаймын, если осы жағдай болады, түсіндіңдер ма? Когда сендер сол сағатты өзгертесіңдер, просто миыңда сол тұрып сен миға не бересің, ол ойлана береді. Дамауға не кедергі дейсің ба? Бол табылады. Ой, мама бүйтіп айтты, папа бүйтіп айтты, ағам бүйтіп айтты, ағам ұрып тастады мені бостан-бос. Неге маманы тыңдамайсыңдар деген. Әртүрлі идея кете береді ол. А сен просто русланы бір миға. Ол ми, ол екінші адам емес қой сенің басында. Ол просто ми. Сен қандай сигнал бересің, қандай сұрақ қоясың, ол сол сұрақтың жауабын іздей береді. Допустим, қандай күшті идеян адам да, бірақ сен онан минус деп басашы, табылады ол минусты. Ол ол мощный нәрсе ғой. Сол сияқты решение іздеңдер, решение. Қалай осы жасауға, қалай мен всегда дамуға болады. Болды, табылады ертең. Тұрады бір Шығыстан или бір барахолкеден бірден тұрады, 5 мың теңге AirPods сатып алады. Оның качество тоже жақсы, дауысы, звучаниесі. Соны киіп алып тыңдауға болады. Түсінсің ба? Наушник жоқ па, соны тауып ал. Решение іздей бересің, тапсаң. Өзге сигнал берсең, ол іздей береді. Енді қара, бүгінгі айтатын әңгіме ол туралы емес, сол кезде тыңдап жатқан кезде маған прям өтті, и шынымен оказывается солай екен. Қараңдаршы, айтады, проблеманың өзі вообще проблема ең басында адамға проблема келген кезде ол вообще вес 0 болып тұрады да. Проблема бітіп жатады ғой саған қарай. И қара, проблемаға вес беретін сендер, яғни біздер. Бір проблема келеді басымызға. Тұрамыз, біз оған оценка береміз. Біз қандай проблемаға қандай оценка береміз, ол проблема соншалықты ауыр болады. Бір мысалмен де, если бір кімге баға маңызды, кім мамасы үйде ұрады, төрт алып қалса, үш алып қалса, сол адамдар басына қойып тастады, үш это жаман да, болды, ол проблема оған, үш алса болды. Екінші адам, ол екі алып жүрді да, бір күні үш алды, да? Үш алып қалды, ол и так ақша тауып жүр, нетіп жүр, нормально өзі. Просто мектепте не кісімейді, мектептегі сабақтар қызық емес та, бірақ ол мына жақ бизнес жақты қызық көреді, мына қызық көреді, сол басқа сфераны жақсы көреді да. И тұрады да, бір адамға кімге баға маңызды,
ол если 3-4 алып қалса, бітті, оған катастрофа, да? Если ана адам 3 алып қалса, екінші 3-ке оқиын адам 3 алып қалса, это оған нормально, да? Қараңдар, обстоятельства бір, проблема бір, баға бір, ал принятие и қиналу бірдей. Қиналу әртүрлі. Көрдіңдер ма? И любой проблема, если сен, допустим, универде бір шаруа бірдеңе болып қалады, сен кажет, универде бүйтемін деп, сен загонять ете берсең, сен проблеманы несін оценкасын көтере бересің, 0-ден 10-ға шейін бағаласақ, сен расында оған 8 қоясың, 10 қоясың, өте қиналып жүресің. Ал тұр. Ой, зачем универ? Пофиг, бірдеңесі болады деп тұрсаң, сразу проблема шешіліп кеткен сияқты, как будто болады. Сен просто проблеманың бағасын түсіріп тастайсың, 1-ге 2-ге болды. И қандай не болмасын, сен любой проблемаға, оказывается, бүкіл адамның өмірі өз қолында деп. Вообще өз қолында шынымен, потому что қарапайым проблема келді, сен қандай оценка бересің, соншалықты қиналасың, соншалықты ауыр болып көреді. Вес, салмақ, да? Вообще ценность, оценка бүкіл сен өзің қоясың бағаны. Өзің қоясың. Так, давай осыған қиналайын дейсің да, қиналасың, деп түсінсің бе? Просто шынымен обстоятельства әркімде бірдей болады да. Мынандай ғой, қараңдар, мен күшті, қараңдар. Біз айтамыз ғой, если кішкентай кезінде батясы алқаш болса, кішкене бала алқаш болып өсті, балада ішіп кетеді деген сияқты болады да. Бұл бір ситуация. Екіншісі, тоже сондай, тоже сөйтіп ойлайды, екеуінің батясы алқаш, да, допустим, ішет, мамасын ұрған, өйткен, хайвай, аушу, в общем, сондай жаман да, кәдімгі дейді. И екі семьядан екі бөлек бала шықты да, біреу успешно болып кетті, біреу ішіп кетті. Қараңдар, обстоятельства бір, да, проблема бір, бірақ сол адам оны қалай қабылдады, да, дұрыс па? Енді қара, бірінші бала айтты, мен батям сияқты болмаймын, нафиг его, анау-мынау бұшым қабылдады, мен наоборот анти-папа боламын деген сияқты, қазір қандай папа, анти боламын, мен вообще ондай болмаймын, өзіне қабылдады да, ол өзгерді, психология бойынша зерттеді, бәрін зерттеді, папасына анти адам болып шықты, да? Енді қара, екіншісі, батям, еркекті қарашы, круто да, ішкен, достары болады, ол алқаш болып кетті дальше. Енді қара, обстоятельства бір, ол принятие, ол проблеманы сөйтіп қабылдады. Проблеманы как будто елтіп, в общем, любой нәрсе, қандай нәрсе, сен қалай қабылдайсың, айтады ғой, негізі, если ол, мынандай тоже болған, папа-мама менде ажырасып кеткен, содан кейін көп адам ойлаған, что ертең болашақта немен, да, если, допустим, үйленсем, онда ол ажырасып кетті ғой мама-папасы, да, менің, да, допустим, ажырасып кетті, онда ертең ол да ажырасады деп көп адам ойлаған солай. Ертең ол көрді ғой ажырасып не екен, болды, оған от яблони дальше не упадет, бірдеңе бір. Вот, оценканы көрдіңдер ма? Ал екінші ситуация, басқа бір бала болса, ол тұрады да, соны көреді, это оған нормально қуат ажырасып. Мен ажырасқан кезде оны нормально деп қабылдамадым. Мен осындай болмаймын дедім да, содан бастап мен психология, вообще отношение психология соны барлығын зерттеп, сол маған қадам болған. Көрдіңдер ма? Біреуге ол причина болады, нормальный адам болмауға. Біреуге причина болады, жақсы адам болуға, наоборот, сондай нәрсе жасамауға. Түсіндір ма? И кім не ойласа да, үшін главное, даму жол тоқтатпаңдар. Дамыған адам ешқашан заман жолға түсіп кетпейді. И айтайын деген нәрсем, проблеманы причина қылмаңдар дамымауға. Оны как бензин, топливо, андай рычаг, андай запуск, андай пинок ретінде қолданыңдар да, наоборот дамуға. И любой обстоятельство, любой жағдай, любой проблеманы дамуға қарай итеріңдер. Сол кезде сен любой проблемадан даму жолына кетесің или қайғыру жол емес. Так что даму тоқтатпаңдар. Сол всегда айтатын нәрсем ғой, потому что ол кайф нәрсе да. Күнде жаңа нәрсе, ашылулар болады да. Оказывается, осылай ғой деген сияқты. Мен де қазір эмоциямен айттым ғой, оказывается, осылай екен, прикинь, шынымен өзің өміріңіз өз қолыңда. Вот сондай открытиялар сені бақытты қылады да, өмірдің андай как будто заңын түсінген сияқты, андай күшті ощущение береді. Сол үшін ізденіңдер, даму тоқтатпаңдар.
И всегда, мен айттым ғой, параллельно дамыңдар, братала, бәрін братала сендер. Если ол андай мозговой нені талап етпесе, лучше қосып қой да, қолмен жұмыс жасай бер. Түсінесің ғой да? Вот. Так что проблема бүкіл өмірің, бүкіл өзінің қолында. Өзі қолында болғасын, ол легче да управлять. Да? Сол үшін прям примите ондай нені, ответственность, да, за свою жизнь, что өмірім шынымен менің қолымда. И өміріңді басқарда, қалаған өміріңді өмір сүр. 22-ші күн кеттік. Шүкір. Давай, дамы, тоқтатпа, ема? Давай.